Адамдар айтып жатыр қазір. Демек, Түркия мемлекетіндегі болған ғимаратты әлсіз құрған екен, олар мықтылап, жақсылап құрмайды ма? Біздің елде де тексеру керек, ғимараттарымыздың жағдайы қандай деп, қазір желіде адамдар осыны жарысып жазып жатыр. Бауырлар, біз бір нәрсені ұмытпайық. Олардың берген ақпараттары 10 балдық дайындықпен құрылған ғимараттар еді деп жатыр олар. Бірақ неше балда құлап қалды ол? Бауырлар, Алла Тағала қаласа, сен 10 бал емес, 100 балға дайындықпен жасап құрып қойсаң да қазір ғимаратында, Алла түтін шығарып жіберетін ана сені. Құранда Алла айтады ғой. Сондай қиямет сағаты келген кезде, қазір біздің көріп тұрған қасық болып қалып тұрған тау жарықтық шаң секілді түтіліп кетеді ауада дейді. Ал ол кезде ғимараттың ешқайсысы болмайды.